Әулиеата өңірінде кәсіпқой бокстан әлем чемпионы Фируза Шарипованың жүлдесіне арналған қыздар арасындағы республикалық турнирдің ашылу салтанаты жоғарғы деңгейде өтті. Ауқымды жарыстың басты мақсаты елдегі әйелдер боксын дамыту, жастарды салауатты өмір салтына баулу және өңірлерден жиналған жас спортшылардың шеберлігін шыңдау. Сонымен қатар бұл додада болашақ чемпиондарды анықтап қана қоймай, қатысушылардың тәжірибе алмасуына, өзара бәсеке арқылы кәсіби деңгейін көтеруіне жол ашты. Турнирге Қазақстанның түкпір-түкпірінен іріктелген үздік былғары қолғап шеберлері жиналды. Әр жекпе-жек тартысқа толы өтіп, қатысушылар жоғарғы дайындық пен табандылық танытты. Көрермендер де әсерлі кездесулердің куәсі болды. Жарыс қорытындысына топ жарған спортшылар жеңімпаз және жүлдегер атанып, диплом, медаль және бағалы сыйлықтарға ие болды. Бұл турнир жас боксшылар үшін тәжірибе жинақтайтын алаң ғана емес, үлкен спорттағы келесі белестерге бастайтын маңызды баспалдаққа айналды. Қазақстанда стенд атудан әлем кубогының кезеңі басталып, оған әлемнің 43 елінен келген спортшылар қатысуда. Халықаралық деңгейдегі жарыс Алматы облысындағы Александр Асанов атындағы мергендер клубының базасында ұйымдастырылған. Турнир 2-11 мамыр аралығында Халықаралық спорттық ату федерациясының қолдауымен өтуде. Байрақты бәсекеге шамамен 550 спортшы мен ресми өкіл жиналған. Салтанатты ашылу рәсіміне спорт саласының халықаралық және отандық басшылары қатысты. Олардың қатарында туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов, Халықаралық спорттық ату федерациясының президенті Лучиано Рости және өзге де ресми тұлғалар бар. Турнир аясында жаңа спорттық нысан заманауи дене шынықтыру және сауықтыру кешенінде пайдалануға берілді. Бұл кешен өңірдегі спорт инфрақұрылымын кеңейтіп, болашақта түрлі спорт түрлері бойынша спортшыларды даярлауға қосымша мүмкіндік береді. Әлем кубогы ел спорты үшін маңызды дода. Мұндай жарыстар Қазақстанның халықаралық спорт аренасындағы беделін арттырып қана қоймай, мергендер спортының дамуына серпін береді. Ерейментау қаласында дзюдо спортынан республикалық турнирдің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Ашылу барысында жарыстың маңызы атап өтіліп, жас балуандарға сәттілік тілегі айтылды. Бұл дода елдің әр өңірінен келген спортшылардың басын қосып, татами үстіндегі шеберлікті шыңдауға бағытталған. Турнир аясында қатысушылар өзара мықтыны анықтап қана қоймай, тәжірибе алмасып, спорттық бәсекелестікті арттыруға мүмкіндік алды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жарыстар жас дзюдошылардың кәсіби дамуына жол ашып, үлкен спортқа бастайтын маңызды алаңға саналады. Ашылу салтанатында қатысушылар тартысты белдесулер мен жоғарғы деңгейдегі дайындықтың куәсі болатыны атап өтілді. Португалия құрамасының бас бапкері Роберто Мартинес команда капитаны Криштиану Роналдуға қатысты пікір білдірді. Тәжірибелі шабуылшының ұлттық құрамадағы орны ешқашан талқыға салынбайтынын айтты. Бапкердің сөзінше 41 жасқа келгеніне қарамастан Роналду әлі де жоғарғы деңгейде өнер көрсетіп, кәсіби талапты толық сақтап келеді. Оның еңбекқорлығы мен тұрақты дайындығы ерекше атап өтілді. Криштиану Роналдудың Португалия құрамасындағы орны ешқашан талқыға түспейді. Мен мансабымда күн сайын өзін жетілдіруге дәл осындай ынтамен кірісетін футболшыны көрген емеспін, деді Роберто Мартинес. Қазіргі таңда Роналду Сауд Арабиясының Әл-Насыр клубында өнер көрсетеді. Биылғы маусымда ол 32 матчқа қатысып, 27 гол соғып, 5 нәтижелі пас берген. Сондай-ақ ол Португалия ұлттық құрамасының капитаны болып қала береді. Құрама алдағы әлем чемпионатында Өзбекстан, Колумбия және Конго мемлекеттерімен ойнайды. Қазақстандық танымал боксшы Сәкен Бибосынов кәсіби мансабындағы алғашқы белбеу үшін жекпе-жек өткізеді. 28 жастағы спортшы WBA Азия тұжырымы бойынша чемпиондық белбеуге таласады. Оның қарсыласы Индонезия өкілі Сурия Харма. Қарсылас әзірге кәсіпқой рингте жеңіліп көрмеген. 4 жекпе-жектің бәрін нокаутпен аяқтаған. Алғашында айқас 17 сәуірге жоспарланғанымен, таяу шығыстағы жағдайға байланысты кейінге шегеріліп, енді 23 мамыр күні Бішкек қаласында өтеді. Жекпе-жек алдында Сәкен Бибосынов өз ойымен бөлісті. Бұл мен үшін өте маңызды айқас. Алғашқы титулдық жекпе-жегім. Осындай мүмкіндік берген промоутерлерге алғыс айтамын. Бұл кездесуге ұзақ дайындалдым. Жанкүйерлерді қуантқым келеді. Қарсыласымды жақсы зерттедім. Барымды салып, әсерлі жеңіске жетуге тырысамын, деді ол бейне үндеуде. Айта кетейік, Сәкен Бибосынов Қазақстанның ең табысты әуесқой боксшыларының бірі. Ол 2 мәрте әлем чемпионы атанып, 2021-2025 жылы Токио олимпиадасының қола медаль жеңіп алған. Сондай-ақ Азия чемпионаттарында бірнеше рет жүлдегер атанған.